жинаған менің қасыма. Екі қорапты біреу таңдаймын. Жүр ісін аласыз. Енді ішіндегі есімдерді аттап оқылды.Інші оқи беріңіз. Tabii siz tarafınız. İnce okuyu veriniz. Kato, tardak mı? Sürünür mü? Kelesiz okuyu veriniz. Top. Ержан, Назерке, Досжан, Перизат, Бақытжан. Перизат. Жаңа хатта тапқан екінші топ мына жаққа келе қоямыз. Үнжі оқыған топ ана жаққа бара қоямыз. Досжан оқыған топ мына топқа келе қоямыз. Тез-тез ере саламыз. Енді андағы қораптарымыздың ішінде сыйлық бар, бірақ оны ашпаймыз. Жақсы. Бөлініп па топқа? Олар болса ары қарай біз қазір сендермен үй тапсырмасын тексеріп алайық. Үй тапсырмасын. Үйге не берді? Үй тапсырмасын тексермес бұрын психологиялық ахуал жасап алайықшы, бала кешіріммен мәжбүр. Сәл нетіп кеттім. Қазір психологиялық ахуал жасап ала қояйық. Ерасыл бастай қой. Менің көңіл күйім жайдарлы. Өте жақсы. Мен көңілдімін. Мен қуаныштымын. Өте жақсы. Үнжу. Тез келген бір сөзді айтамыз. Мен бақыттымын. Өте жақсы. Нұрислам. Тез келген бір сөзді. Мен кереметпін. Жарайды. Келесі. Назерке. Бүгінгі күн берекеге толы. Өте жақсы. Аузымыздан шығарамыз. Ержан. Бүгінгі менің жақсы. Тамаша. Бүгінгі күнім Тамаша. тамаша. Досжан. Бүгінгі күн жақсы. Бүгінгі күн жақсы. Перизат. Әдемі деген сөйле. Тез. Мен өте жақсы. Мен бүгін әдемі. Енді осындай әдемі тамаша көңіл күймен біз қазір сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Кеттік. Келесі. Үй тапсырмасына қандай тапсырма берді балалар? Өртегі өлең құрады. Жоқ. Үй тапсырмасына. Жеті түсті жел бір деген. Мен қазір сендерге тақи әдісін бере қояйын. Тез ғана құрастырып қырқыра қоямыз. Оқып отырып тез ғана құрастыра қоямыз. Тез-тезде төгіп қоя қой. Оқып отыр. Сіздерді не болып жатсыздар? Дұрыс. Тамаша. Ары қарай енді ата жылқышыздар Жине жолдан адасып кімге жол жылды? бір әншіге. Дұрыс міне. Үнжу бере қой. Ары қарай. Оқи ғой. Әншінің бақшасында қандай жетісінің жері бір Міне инабат тапты. Дұрыс. Келесі. Өз ауласына жету үшін не істеді? Жине қолдағы бүлдесін күртесімен қан өз ауласына шығып жине қолдағы Мына жерде бір нәрсе қазір жерде мына жерде бір нәрсе.
әңгіме. Әжеттің бақшасында өсетін гүлдің гүлденері қандай еді? Сиқырлы. Тағы да? Түрлі түсті. Ерекше, жақсы, қиял ғажайыптан туындаған әңгіме екен, иә? Және мен сіздерге айттым, қораптардың ішінде сыйлық бар дедім, тез ғана аша қойдым. Аша қоямыз. Аштыңдар ма? Не бар екен? Тасшауа деген сөз бар екен. Сіздерде? Алдар көсеу. Сонда сіздердің топтарыңыз тазша бала, ал сіздердің топтарыңыз кім болады екен? Алдар көсе. Ал алдар көсе деген кім атақты бала? Алдар көсе деген ақ көңіл, адамдарды да алдап өзіне керекті нәрселерді алады. Өте жақсы. Алдар көсенің қандай әңгімелерін білесіңдер? Алдар көсенің басынан өткен қандай оқиғаларды білесіңдер? Мультфильм көрдіңдер ме? Иә. Қызықты ма? Қызықты. Кімді алдап жүреді ылғида? Байды алдап жүреді. Байды алдап, кедейлерге не береді? Ақша, тамақ, алтын, иә? Жақсы. Тазша бала туралы не білесіздер? Ол біз бозорда өтірік өлең құрастыратын кейіпкер екен, иә? Және мен сіздерге айттым, қораптың ішінде не бар дедім? Сыйлық бар дедім. Бар ма екен? Сыйлық бар ма екен? Жоқ, әрине. Мен не айтып сіздерге? Өтірік алдадым, иә? Сонда бүгінгі біздің тақырыбымыз не болады екен? Неге байланысты болады екен? Өтірікшілерге байланысты болады екен. Олай болса, мына әңгімедегі алдар көсенің бізге айтқан бір несі бар екен, тыңдай қояйық әңгімесі. Қазақ халқының ерекше сөздерінің бірі өтірік өлеңмен танысасыңдар. Өтірік өлең қиялға ерінбей, таңғажайыптарды елестетеді. Бірақ әр өтіріктің шетінен шекарасы болатынын ұмытпаңдар. Қазақ әдебиетінде тазша бала мен алдар яғни менің өтірік өлеңге қатысты хикаялар көп тараған. Оқуларына сәттілік оқушылар. Сабақтарында ықыласпен тыңдаңдар, ұстаздың берген ақпараттарына денсаулықта оқыған озады соны ұмытпаңдар. Жалпы өтіріктің құйрығы бір тұтам екені үнемі есте болсын. Сонымен не дейді бізге? Өтірік адамның несінен туындайды екен? Қиялынан туындайды екен. Біз қандай жағдайда көп өтірік айтамыз негізі? Бірдеңе бір дұрыс, тағы да қорыққанда дұрыс, үй жұмысын орындамай келгенде не айтамыз? Өтірік айта саламыз, иә? Бір жағдайдан құтылу үшін. Жақсы, олай болса, қазір жеке оқулықтарын аша қойыңдар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз біздің қандай екен? Өтірікшілер еліне саяхат. Өтірікшілер еліне, және барлығын айттым, өтірікшілер еліне. Бүгін шамалы болса да өтірікшілер еліне саяхат жасайды екенбіз. Кітап оқулықта берілген өтірікшілер еліне саяхат жасайды екенбіз. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты не болды? Не? Ол тақырыбы шығарманы өтірікші еліне саяхат дегенді айтып тұр. Біз не құрамыз мүмкін? Өтірік өлең құрастыруымыз мүмкін. Дұрыс айтасыз. Сонда шығарманы қайта
ойнап салады, дельфин түленіп. Өте жақсы. Ержан жалғастыра ғой. Қостап менде балаға арыстан тұр далада, қолтырауын қолында ұстап жатыр жағада. Інжу жалғастырып келесі үшінші шумағын. Перизат жалғастыра ғой. Ер көзді қарады, кекілік көзі тарады, құйрық қосы бүлдіріп, қол ұстап барады. Назерке. Мүгедек жеткен кезеді, зілмен бір түзді кешеді, мені де ала кетші деп қос ұзатып білетін жеді. Сәбит Перизат оқы. Қабық бала дірелдеп, қалқып келемін де, сен ұшқан сайын әлемні көп сырын ұғып білемін. Сонымен қалғандарымыз оқып шықты ғой ішімізде, не? Өлең не туралы? Өтірік өлең. Қандай кейіпкерлер бар екен? Қолтырауын, көжек, дельфин, арыстан, тіл, тағы да зіл. Қозы қонжықты білдіріп, Адам. Енді суретіне қараңдаршы. Жаға не жатыр? Қолтырау мен көжек бір жерде жатыр. Мүмкін ба? Мүмкін. Неден туындаған? Қиялдан туындаған. Аспанда қалықтап бала кілемнің үстінде ұшып келе жатыр. Мүмкін ба өмірде? Мүмкін емес, иә? Бұл бізге қиялдан туындаған не екен? Әңгіме екен, иә? Өтірік өлеңде өз тақырып айтыпты. Енді менде қазір мен сіздерге мынандай планшет әдісі деген планшет тарақта қояйын. Осы планшетке суретте көрсетілген тіл туралы, қолтырауын туралы, аспанға саяхат, күнге саяхат деп аласыңдар ма? Соған байланысты бір 4 жыл шағын ғана өлең құрастыра қоймайды. Итке байланысты құрастырсаңдар да болады. Күнге апарар жол немесе күнге саяхат, динозавр, менің тілім, ит немесе дельфин деген сияқты суретте көрсетілген кейіпкерлерге 4 жыл шағын өтірік өлең құрастыра қоймайды. Жинай беріңіздер, иә, қастарыңызға. Жүз оқыдыңыз, иә? Перизат оқыды, мына жақтан Ержан Бақытжан Перизат. Аз оқымай қалған балада басқа да тапсырманы болады. Сондықтан уайымдамаймыз, иә? Маған бермей қой деді. Қастырамыз. Кім болды қалды аяқтап? Жақсы, Ержан болып қойды, Назерке. Сізде бір несі ғана жатты, иә? Аяқтай отыр. Перизатта да жақындап қалыпты. Қарамсаға жазып өтірді, Перизат. Ерасыл болып қойыпты жоқ. Қайт топтайын көрсете қоямыз. Бәріміз. Қайт топтайын болдым деген белгілерін көрсете қоямыздар. Инновацион жазып алсыңдар. Жақсы. Тездетеміз, балалар.
Таш шабала тобы болып қойыпты. Алда көрсету болып бізді алда бәрі отыр, е? Мына жақта оқиды тыңдай білесіңдер ма? Тыңдайды. Ал не жамастар? Мен білмеймін, мен далада жұмыс ойнаппыз. Бір екеуміз тамақ жеп, отырып сабақ оқимыз. Өте орнынан тұрады. Әзірге, дауысқа қатты шығады ішіне. Динозавр қалыпта отырып алып бізге ұшып барғанымыз ғарышпенен танысты. Ғарышпенен танысты. Динозавр туралы жапсың, е? Қане оқи ғой. Орнынан тұрады. Мынау сізге өтірік ойын. Жүгірген уақытта ол сабақ үстінде оқып, оның сөйлемінде аудиодан болады. Кім туралы не туралы жазып? Тіл туралы. Жақсы. Достар, оқи ғой. Болмаса екі шумақ айтты. Бар ма? Айтамыз. Орнынан тұрады. Мен итіне су бетіне қалықтаймын, және де итімен кезекте қалықтаймын. Жақсы. Қандай күшті, е? Мен итімен қайда қалықтаймын дейсің? Судың бетінде қалықтаймын, және де тамаша. Төбеде, аспанда қалықтаймын дейді. Оқи ғой. Нұрислам. Бар ма? Динозаврым қанатта, мен онымен аспанға ұшамын. Бітті ме? Жақсы, және оған да жақсы күшті. Айта ғой. Үнжу айта ғой. Бар ма? Үнжу? Айта береміз. Оқи береміз жазғанымызды. Екі шумақ болса да бола берсін. Оқи ғой. Даусында қатты шығады. Динозавр туралы, е? Жақсы. Айға ұшып жұлдыздарды қарайды. Динозавр оқи ғой. Даусында қатты шығады. Өте жақсы. Мынау сізге. Елизас. Марс, Сатурн, Сатурн көремін. Үстінде мен әрбір ғаламшардың зерттеймін, бірақ ештеңе білмеймін. Жақсы. Ерасыл оқи ғой. Ұшамын мен күнге егемін, жемісімнің сол жерде ыстығына қарамай жүре беріп сол жерде. Жүре беремін сол жерде. Өте жақсы. Тамаша. Жарайсыңдар бала. Енді өтірік өлеңді оқып, жазып, шашақ болған шығармыз, е? Сондықтан қазір біз сәл болса да денемізді сергітіп алайық, е? Дайынбыз ба?